Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Біз бүгін 2-ақ ингредиенттен өте дәмді балмұздақ жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Бізге ең алдымен осындай құрғақ ұнтақ керек болады. Балмұздаққа арналған мен бүгін құлпынайлы түрін қолдандым. Негізі қауын түрі, фисташка түрі, шоколадты түрі және ванильді түрлері де бар. Және бізге салқын сүт керек болады. Ыдысымызға салқын сүтті құямыз. Жаңағы құрғақ ұнтағымызды салып аламыз да. Миксеріміздің жай жылдамдығынан жоғары жылдамдығына көтере отырып, бір 5 минуттай миксерлеп аламыз. Негізі ұнтақтың сыртына қалай дайындалу керектігін барлығын жазып қойған. Сүттің орнына суды да қоссаңыздар да болады. Мен тағы осындай фисташка түрін жасаған болатынмын. Міне 300 грамм су немесе сүт құясыздар деп өзі сыртынан жазып қойған. Супермаркеттерде және түрлі магазиндерде сатады. Мен өзіміз жақтағы магазиннен 465 теңгеге алған болатынмын. Міне біздің балмұздағымыз осылай қоюлануы керек. Осымен біздің балмұздағымыз дайын болып қалды. Енді балмұздағымызды арнайы ыдысқа салып, қатқанша күтетін боламыз. Міне мен осындай контейнерге салдым. Арнайы балмұздақ қатыратын ыдыстарға салып қатырсаңыздар да болады. Мен осындай ыдысқа қатырдым. Содан соң домалақ қылып кесіп алатын боламын. Міне біздің балмұздағымыз осымен дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Мен осындай қасықтың көмегімен домалақтап алдым. Және әртүрлі қылып сәндеп жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Раушан.